ата-ана болсын, мектептегі мұғалім болсын, тек қана сол поддержка беру керек. Сол кезде сол бала, қыз ситуациядан өзі шығып кетеді. Наоборот, сол кезде айту керек. Өйткені айтпасаң, ол қазіргі кішкентай андай мәселе болып тұрса, ертең ол үлкен болып кетеді. Ана үшінші қыз постоянно страдать етіп қалады. Мен неге бөліп тастады, вроде мен жаман ештеңе жасаған жоқпын дегендей тартылуға тырысады. Потом еще андай ана екі қызға ұнайтын нәрсесін жасауға тырысады, тек қана мен қайтадан алсын дегендей. Болды, өзің шешіп салшы. Ой, қойшы сен өзің не барып сөйлесші, ана апайың айтпайсың ба? Болды сонымен. Ойбай, енді мен ешкімге керек емес, мен подружкам жоқ деп күтіп, жатып, жылап деген ондай болмау керек. Наоборот, басқа интерес табу керек. Қарап тұрған адамдар, бірақ та ешкімге ештеңе айтпайды, олар автоматически буллингке қатысады. И сол давление, сол баланың давлениесі негізінде өзінде де бар уже. Сәлем, қыздар, жігіттер, қалдарыңыз қалай? Өздеріңіз көріп отырғандай, жұлдыз подкасты бүгіннен бастап жаңаша форматта өздеріңізге жол тартты. Енді сіздер біздің сұхбатымызды YouTube желісінен де тамашалай аласыздар. Біз осыған дейінгі 2 эпизодта мамандықты қалай дұрыс таңдау керек, ұбт-ға қалай тиімді дайындалу керек деген сияқты сұрақтарды талқылаған болатынбыз. Енді бүгін сәл ішкі жан дүниемізге үңіліп көрейік. Жасөспірім, сіз осы уақытқа дейін айналаңыздағы адамдардың тарапынан, достарыңыздың тарапынан өсек аяңға, қандай да бір әлімжеттікке ұшырап көрдіңіз бе? Бұл ғылымда буллинг деп аталады. Бүгін біздің студияға келген қонақпен біз осы туралы сөйлесеміз. Біздің бүгінгі спикеріміз психолог Айнұра Дүйсен. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба, Назира? Жақсы, рахмет. Өздеріңіз қалайсыздар? Рахмет. Келіскеніңізге де көп рахмет. Сізге де рахмет шақырғаныңызға. Олай болса, менің бірінші сұрағым, негізі мен ойлайтынмын ғой, буллинг деген ол тек қана жасөспірімдерде ғана болады деп. Жаңа әңгіме басталмастан бұрын айттыңыз, ол садикте де болуы мүмкін, үлкен адамдарда да болуы мүмкін деп. Неге олар ондайға қатысады, мен соны түсінбеймін да. Неге олар әлімжеттік көрсетеді, неге олар қысым жасайды өзгеге? Рахмет сұрағыңызға, өте жақсы сұрақ. Біріншіден, ол осы дүниенің басталатын себебі, ол бәрі үйден басталатын нәрсе. Кішкентай кезден басталатын дүние, ол деген тек қана балабақшада болатын нәрсе емес, мектепте де болады, және де адам өсіп жұмысқа тұратын кезде де жұмыста да болуы мүмкін, және де жұмыстан кейін де осындай ситуациялар болуы мүмкін. Ол қайдан пайда болады, біріншіден, енді кішкентай баладан қарағанда ол енді сразу көрінетін нәрсе. Өйткені бала деген кішкене пассивный болып қалады, тамақ дұрыс жемейді дегендей, қорқатын түрі болады, сондай. Бала енді көп сөйлей алмайтын, балабақшада оқитын баланы айтсақ, ол көп сөйлемейді, және де сондай өзі кішкене закрытый болып қалады. Именно сол поведенияларынан қарағанда баланы уже көрінеді, то, что бір буллингке бір қарым-қатынас болған. Сол кезде кішкентай бала деген ол ешқашан ойламайды, менің мамама енді бірдеңе бір жағдай болып қалды, бір жағдайға түсіп қалды деп бала деп ондай ойламайды. Бала біріншіден ойлайды, значит, мама маған, например, ұрысты, значит, мен жаманмын. И сол жақтан уже блок басталады да. И сол бала потом балабақшаға келеді, оның настроениесі бұзылып, или сондай болып, өзі сондай пассивный бала болып жүрсе, балабақшаға келеді, и балабақшада басқа балалар бар. И оларға сол буллингке қатысатын баланы табу керек. Ол деген просто так емес та, енді екінші бала сол буллингті жасайтын бала, ол да тоже үйден страдать етіп келеді да.
Неге десеңіз, обычно сондай баланың үйінде, например, даже если мынау бала нормальный болып жүрсе, да, бірақ та ол өзі кішкене әлсіз болуы мүмкін. Оған, например, бір жаман сөз айтып, или андай, может быть, шашы дұрыс емес шығар. Енді ана балаға сөйтіп көрінеді. Негізі бүкіл балалардың бәрі әдемі, сұлу, жақсы, иә. Бірақ та екінші баланың көзқарасында бұл бала деген шаш ұнамай тұр. Немесе, может быть, анандай толықтау бала шығар, может қатарық шығар. Ол бүкіл бәр нәрсесін, именно сол буллингке айналдыратын нәрсесін тауып алады да, и анау бала келіп сол буллингке бірінші баланы қатыстырады. Және де енді екінші балаға қарасақ, ол қай жақтан сол буллингке енді қандай желаниясы ашылады, Обычно ондай балалар біріншіден либо же үйінде ұрсыз постоянно, екіншіден бала деген анан мамасы мен папасы конкретно сол баланы ұрсады. Сен дұрыс бүйтпедің, ананы істемедің, или бар маған мешать етпе деп көбінесе ата-аналар ұрсады. Үшіншіден ата-аналардың обычно, допустим, мамасы мен папасы ажырасқан болса, или енді жағдай әртүрлі болады, сол кезде бала деген андай қол көтеретін бар, ата-аналар сондайға қатысты. Бірақ та оған енді ата-анасына тоже барып, тоже ұру ондай істемейді ғой бала кішкентай. Сондықтан сол ішінде эмоциялар көтеріледі. И соған ашу басылып, қайда шығарам деп соны білмейді да, балабақшаға келеді. И сондай баланы табады да, андай более пассивный балаға, негізі либо андай әлсіз бала, сондай өзі, может быть, характері жұмсақ бала, спокойный, сондай баланы тауып алады да. Именно сол ұнамайтын, өзіне ұнамайтын, либо же біреуге ұнамайтын нәрсені тауып алады да. Например, шашы ұнамайды, там, может быть, ол бала, бірақ та шашын кішкене ұзынырақ прическасы, и сол болды, мынау сен қыз деп күледі. И буллингте тек қана біреу ғана қатыспайды. Буллингті жасайтын адам бар, сол екінші бала, если келіп ана балаға күледі, сенің шашын ұзын, сен қызсың, бантик тағып алмайсың ба деп күледі. Тағы да басқа балалар қасында жүретін, олар уже тоже буллингке қатысады. Неге? Потому что олар қарайды, мынау бала екінші, бірінші балаға күлетін, осылай айтатын, бірақ та олар ештеңке істемейді. Біріншіден, енді общий балаларды айтсақ, неге олар тоже буллингке қатысты? Олар сол бала күлгені көреді, кейбір балалар тоже қосылып анамен күледі, және де ешкімге айтпайды. Оған тоже себеп бар. Өйткені потом мен айтсам маған да күлу бастайды. Сен, например, сен барып мен туралы айтып бердің, енді сенде жаман деп, саған да күледі, маған да күледі дегендей. Сонда енді уже ол больше андай қорқитын моменттер басталады да. Сондықтан маған күлмесін деп, көбінесе сол балабақшада, мектепте балалар осындай буллингке уже қатысты адам болып қалады. То есть ол деген тек қана просто қасында көрген адам емес, өйткені олар буллингке негізі негативный энергия ғой, ол буллинг деген. И получается, даже қарап тұрған адамдар, бірақ та ешкімге ештеңке айтпайды, олар автоматически буллингке қатысады. И сол давление, сол баланың давлениясы негізінде өзінде де бар уже. То есть анау баланы уже кішкене қорқақтайды. Потому что мен қазір айтып берсем, маған потом күледі. Значит, келесі буллингке басатын бала мен болып қалам деп ойлайды да. Тоже ол деген негізі стресс. Бірақ та ол бала түсінбейді оны. Сол үшін сол компания уже либо қосылып сол баламен күледі, либо просто үндемей жүреді. Негізі енді олар мысалы буллингті айтыңыз, ол айту керек деп біреуге, значит, айтатын адам бірінші сол ата-анасы болу керек. Бірінші ол мектеп болса, либо же не балабақша болса, онда бірінші ол всегда мұғалім бар. Мұғалім, воспитатель. Сол кісілерге біріншіден келіп айту керек. Қазір
қазіргі моментте осы минутта болып жатқан жағдай болса, тура осы жақта барып мұғалімге айту керек. Оны ештеңке қорқатын нәрсе емес, ол күлетін, күлкінішті нәрсе емес. Ол деген көбінесе айтады, ой сен сразу барып андай терпила сияқты айта салдың деп, особенно тоқылда, особенно ол мектеп кезінде, балалардың ішінде өте андай үлкен күлкінішті нәрсе, сен андай тоқылдақсың дегенде. Бірақ та ол ондай нәрсені қорқуға болмайды. Наоборот, сол кезде айту керек. Өйткені айтпасаң, ол қазіргі кішкентай андай мәселе болып тұрса, ертең ол үлкен болып кетеді. И, конечно, екіншіден ол уже үйге келіп, ата-анасымен сөйлесу керек. И сол кезде ата-ананың бүкіл вниманиясы сол балаға аудару керек. Өйткені осы ситуациядан өз-өзімен шешіліп кетеді деп, ондай ситуация емес ол. Бүкіл уақытын, ойын осы балаға уже бөлу керек, осы ситуацияға. Өйткені сіздің балаңыз буллингке түссе, ол деген үлкен себеп осымен қарым-қатынас болу, осымен айналысу, и осы ситуацияны бітіріп жауы деген ол сіздің қолыңызда. Одан кейін бір қарағаным, буллингтің тағы бір түрі психологиялық екен, яғни бөліп тастайды. И тоже мектепте де бар ғой, мысалға, әдемі, сыныпта бір қыз болуы мүмкін, мысалы, аяғын сілтеп басады, или чуть-чуть толық болуы мүмкін, басқалар өте әдемі, соны бөліп тастайды. Или там жағдайы жақсылардың қыздары бір болады, ананы бөліп тастайды. Мен соны таңғаламын да, балаға вроде тәрбиесі жақсы қыздар сияқты көрінеді, но бірақ сондай қатыгездік балаларды қайдан ол толық отбасынан шыққан, вроде бәрі жақсы тәрбиесі, но неге қатыгездік сондай істейді? Ол өте көп мектептен көрінетін нәрсе. Ол неден шығады, особенно сол подростковый период дейміз, сол кезде қыздар бөлінеді. Ол бәр жақта енді көрінетін нәрсе, қыздар өседі, көзқарасы өзгереді дегенде, хоббилар өзгереді, сондықтан қыздар бөліну бастайды бір-бірімен. И например, бұрын 3 қыз болып жүрді, қазіргі уақытта екеуі бөлініп, ана қызды тастай салды. Енді сенімен дұрыс сөйлеспейміз, сенімен бармаймыз, өзіміз ғана деп. И сонымен ақырын-ақырындап ана қыз айтады, неге мен бөліп кеткен, соншама жыл бірге жүрдік, соншама жыл бәрін бірге істеп, қазір осы классқа көшім, например, жаздан кейін что-то басқа болып кеткен дегенде. Біріншіден, осы екі қыз, олар даже оны біле ме, білмей ме, ол обычно, конечно, білмейді, но ол тоже буллинг сияқты, да? Неге десеңіз, ол біріншіден сол екі қыз, олар екеуі бір-біріне жақын болғысы келеді, да? Андай жан досым дейді ғой, жан подружкам дегендей. Сондай болғысы келеді, да? И сол екі қыз, соны общий интерес болып тұру керек, да? Бірақ та ол общий интерес, андай тек қана текущий анандай жаңалықтар емес, конкретно бір общий нәрсе болып тұру керек, да? Который постоянно эмоция шығарып тұратын. И ол сол кезде, сол екі қыз, ана үшіншісін бөледі, да? И соған, например, сол қыздың бір, не знаю, может быть, переходной возрастта фигурасы өзгерген, например, может, толып қалған, может, наоборот, қатты арықтаған, например, тағы да. Сол кезде ана екі қыз деген бірігіп, и сол үшінші қызға буллинг жасайды. Қалай? То, что біз екеуміз қандай кереметпіз, қандай күштіміз, ана қыз енді ол басқа. И постоянно сол сөйлескен темалар сол қыз туралы болып келеді, да? И получается, ана үшінші қыз постоянно страдать етіп қалады. Мен неге бөліп тастады, вроде мен жаман ештеңе жасаған жоқпын дегендей, тартылуға тырысады. Потом еще андай, ана екі қызға ұнайтын нәрсесін жасауға тырысады, тек қана мен қайтадан алсын дегендей. Ана екеуі уже просто бір-бірін бірге қосып тұратын бір тема керек, да? И ол сол үшінші қыз болып тұрады. Сол үшін сондай болады. Енді ол ана бөлініп қалған қызға ол ситуациядан қалай шығу керек? Мен мысалы айтамын да, сол таныстарыма.
енді сен сабақ оқы, НТ-ға дайындал деймін да, басқа ештеңке айта алмаймын. НТ-ға дайындал, көп бала ал, сен оларды осы кет деймін, басқа ештеңке айта алмаймын да мен. Психолог ретінде сіз не айтасыз ол қыздар? Ондай кездерде біріншіден сол үшінші қыз болып қалған, қыз айтсақ. Біріншіден сен түсіну керексің, что сенімен бәрі дұрыс. Бәрі дұрыс. Ол деген не потому что сол қыздар жаман или мен жаман. Біріншіден сол үшінші қыз мен жаманмын деп ойлайды. Проблема менде деп ойлайды. Проблема сенде емес. Вот. Біріншіден соны түсіну керек. То, что просто сол қыздардың интерестері басқа болып кеткен. Значит, сендерге уже бірге, сол жолмен уже бірге кетпейсіңдер. Значит, осы кез уже бөлініп кететін кез болды. Сондықтан осы жақтан қалдырып кету керек. Женеден қазір жақсы айттыңыз, то, что басқа бірдеме айналысу керек. То есть, просто так, ойбай, мен ешкімге керек емес, мен подружкам жоқ деп күтіп, жатып, жылап деген ондай болмау керек. Наоборот, басқа интерес табу керек. Өзіңе ұнайтын нәрсе, клуб по интересам дейді. Ол біздің қаламызда, любой қаланы алсаң да, любой жақта сондай клубтар бар, например. Сондай адамдар именно саған қызықты нәрсені табу керек да. И сол сондай интереспен адамдармен қатысу керек. Қарым-қатынас болу керек, танысу керек дегенде, бір жаққа бару дегенде. И сол кезде ана екі қыз уже керек емес болып қалады. И сол ситуация уже жоқ болып кетеді. На самом деле ол осы ситуациядан шығу тек қана өзің қолында, да? Тек қана өзің. Потому что, и, конечно же, қасыңдағы адамдар, ата-ана болсын, мектептегі мұғалім болсын, тек қана сол поддержка беру керек. Сол кезде сол бала, қыз ситуациядан өзі шығып кетеді. Одан кейін тағы бір нәрсе, енді менің аудиториям ол 13-17 жас дедік қой, жасөспірімдер. И одан кейін бұл жастағылар, переходной возрасттағылар, сосын бірақ оны біздің кеңес үкіметінде өскен ата-аналарымыз түсінбейді. Бізде мінез өзгеру мүмкін, или ашулануымыз мүмкін мысалы кезінде. Сосын не болды саған десем, менде переходной возраст десек, бізде онда ештеңке болған жоқ, сондықтан жиналды, давай істе мына нәрсені дейді. Неге олар түсінбейді или түсінуге тырыспай ма? Не істеу керек, чтобы екі жақта да бірдей бір гармония, сондай дұрыс коммуникация орнау үшін? Ол да жақсы сұрақ. Өте үлкен тақырып негізі. Осы подростковый период деген нәрсе өте үлкен тақырып. Бірақ та қысқа айтсақ, ол деген ата-анамен қайтадан кішкентай кезіне түссек, кішкентай кезінен бастап сол қарым-қатынас жақсы болу керек. Ата-ана деген баламен, сол баланың несі, уровни, деңгейіне түсіп, именно сол бала қазір саған не айтқысы келеді, соны тыңдап, сол ситуацияға кіріп, поддержка беру керек. Сол кезден қанша жас болмаса да балаға сол кезде сол ата-анамен қарым-қатынас жақсы болады. И сол доверие дейді ғой, сол деген ата-анамен жақсы болады да, и бала постоянно ашылып тұрады. И когда переходной период келгенде, ол жақта, конечно, и гормон да бар, и стресс та бар, дене өзгереді, ой өзгереді дегенде. Көп нәрсе перестройка, полностью масштабный перестройка болып кетеді. Бірақ та сол кезде именно сол папасы мен мамасы ғана поддержка берсе, түсініп, поддержка беріп, просто даже түкте айтпай, тек қана келіп басына сипалап қалса, даже сол ғана жетеді. Потому что именно сол периодте балаға конкретно сол внимание керек тұрады да. Внимание и просто что мен қасымдағын дегендей. Сол керек. Потому что баланың психикасы өзгереді. И сол перестройка болғанда көбісі ойлайды да, мен жалғызбын, мен ешкімге керек емеспін, мен енді осындай, ол просто эмоциялар болады ішінде.
и сол эмоцияны көбісі түсінбейді и ойлайды да то, что мен вот өз-өзімді түсінбей жүрмін, мен ешкім түсінбейді, мен ешкімге керек емеспін дегенде, иә. Бірақ та сол кезде ата-анасымен келіп, сол басына сипалап, жаным күнім деп қойса болды. Тек сен не істесең де, біз сен артынан барамыз дегенде. Біз сені қалаймыз, біз сені көмектесеміз саған деп. Сол кезде бала, сол периодта енді беспоследственно деп айтамаймын, бірақ та на самом деле оңай болады өтуге. Балалар қазір енді олар нишқа дайындалады, ұбт-ға дайындалады деген сияқты, сол үшін мүмкін ауылда оқыған бала қаланың мектебіне ауысуы мүмкін, или орталыққа баруы мүмкін. Тоже анандай бейімделу, адаптация, сол жағы да олар үшін қиын болады да. Осы жөнінде де айтып берсеңіз, оларға не істеу керек, не істемеу керек туралы. Я тоже жақсы сұрақ. Маған жақын сұрақ десем айтсам болады. Мен негізі поселок енді ауылда бітірген деп айтсақ болады, мектепті. Одан кейін университетке түстім, Казгуға түстім. Ол жақта енді басқа вообще шетелге кеткендей болып қалдым да мен. Сондай кезде біріншіден балаға байланысты. Енді өз ішінде мен ешкімге керек емеспін, мен бір маған ешкім қарамайды, менімен ешкім сөйлеспейді деп сондай позициямен келсең, солай болып қалады. Если сен кішкене өзің тырысып, өзіңді ашылып, көрсетіп, дегенде сол қатысып, бір жаққа адамдарға өзіңе шанс беру, и басқа адамдарға сондай шанс беру керек. И сол кезде уже өзгерістер басталады. Если ол ауылда өсіп, ауылда бітіріп, мектеп, потом университетке қалаға түседі, например, или мектепке ауысады, сол кезде сен өзің ішінде, мен ауылдан келгем, мен олармен қасына вообще жүре алмаймын, маған бәрі күледі десең, сол энергетика автоматически болады да. И көрген балалар постоянно соны көреді. Ол деген на самом деле көбісі сенбейді да, то, что сол энергетика бар екен, көрінеді дегенде. На самом деле көрінеді. Если бала деген, даже бала деп қойық, любой адам сенің үйінде бірдеңе болып қалды, жұмысқа келесің, қалай күлсең де, қалай істесең де бәрі көрініп тұрады түрінен. То, что что-то басқа бірдеңе болып қалған. И сразу сұрайды, сен бәрі дұрыс па? Бәрі дұрыс деп, әзіл айтып, сөйтіп күліп жүресің, бірақ та все равно көз деген алдамайды. Энергия болады адамдікі. И тура сол, сен сол мектеп болсын, университет болсын, ауысасында, если позицияң сондай болып тұрса, сені көрген адамдар тоже сөйтіп ойлайды. То, что сен как будто бы сол жақта жүру деген саған болмайды. Сен орын емес, қысылып тұрған көреді да қатты. Енді кішкене продвинутый адамдар болса, қасында сұрайды, сен неге үйтіп жүрсің, может, давай мен сөйлесейін дегенде, может, бір жаққа барып келеміз деп ашылуға көмектеседі. Но көбінесе, особенно если мектеп болса, ол буллинг жағынан болып қалады да, буллинг болып кетеді. Сонда мен осы бүгінгі әңгімемізден менің түйгенім, ол буллинг болсын, жаңа ортаға келсін, өмірінде жаңа нәрселер орын алып жатса да, ең алдымен қандай жағдай болса да өзін өзі алып шығады ғой кез келген жерден. Бірінші өзін алып шығады, екінші ата-анасы қашанда оған қолдау көрсету керек, поддержка беру керек, и өзінің бір жақсы көріп істейтін бір дүниесі болса, онда болды, жеткілікті деген сөз. Болады, Ол просто балалар деген сондай нәрседе қатты қорқып кетеді. Буллинг болғанда, особенно если ол балалардың қатарында болса, ол балалардың, олар ұру мүмкін, олар тебу мүмкін, кәдімгідей сондай физически расправа жасау мүмкін. Сондықтан көп бала қорқады. Енді қазіргі жаңалықтарды мен негізі жаңалық көрмеймін, бірақ та шулайтын бір жаңалықтар шықса, оны просто бәрі біледі уже. И қазір мектептерде не болып жатқанын тоже естіп жатқан шығарсыздар. Сондықтан ол бәрі буллингтен басталатын нәрсе. Сондықтан ол
әр мектептің ішінде, әр балабақшаның ішінде осының бәрі жүргізіп, соның бәрін түсіндіру керек балаларға. Және де тек қана балаларға емес, ата-анасына тоже. Потому что бала даже кейбірде келеді, айтады, мама или папа, маған осындай бала бірдеңе деді. Болды, өзің шешіп салшы. Ой, қойшы, сен өзің не барып сөйлесші, ана апайыңа айтпайсың ба? Болды сонымен. Бірақ та ол на самом деле үлкен проблема. Ол өзі осылай шешілмейді. Потому что мектепте в основном апайлардың бастар қатып жүреді. 30 бала ма, қанша бала, 40 бала бар, группада. Соның бәріне сол уақыт бөлу керек. Әр семьясының проблемасы бар. Сол проблемалар бәрі балаға отражаться етеді. Сол бала келіп, мектепте классында сондай характерін көрсетеді, И потом еще отчеттары бар, директоры бар, мынаншама сол жұмысы бар. И үлгеру деген, білмеймін, мне кажется, ол невозможно. Сондықтан психологтар бар мектептерде. Бірақ та сол психологтар енді қалай жұмыс істейтін, мен бүкіл психологтарға айта алмаймын, қалай жұмыс істейтін. Бірақ та мен өзім мектепте де, университетте оқыған адам, мен көргем ондай психологтарды. И қалай жұмыс істейтін, в основном олар чисто анандай отчеттар тапсыратын нәрселер жасайды да болды. Олар қатты анандай жүрегім ашып дегендей балаларға на самом деле сол проблемаларын шешіп, если прям қатты проблема болып кетсе, конечно, психологтар уже подключаться етіп жұмыс істейді мектептерде в основном. Бас жағында ондай жоқ. Ондай жоқ. Сондықтан біріншіден сол психолог болып мектепке келетін адам өзі түсіну керек та, не үшін келгенмін. И то, что мына жақта только практика, опыт емес маған. Ол өзімен өзі болатын нәрсе. Бірінші миссия болу керек та адамдікі. Сол келгенде мен біріншіден осы балаларға көмектесу керекпін. Дұрыстап, даже, может быть, баланың семьясында буллинг болып жатқан шығар. Оны ешкім білмейді, например. Может быть, семьясында буллинг болып жатыр, ол келіп, мына жақта басқа балаларға буллинг шығарады. И сондықтан сол моменттерді көріп тоқтату керек. И ол как раз таки мектепте психолог, мұғалім, директор сонымен айналысады. Если сіз сондай жағдайға түсетін болсаңыздар, міндетті түрде ұялмаңыздар, қысылмаңыздар, психологке барыңыз, мұғалімге айтыңыз, одан ұят нәрсе ешқандай жоқ. Тоқылдақ деп айтатын нәрсені қорықпаңыздар, өйткені ол ондай емес. Ол біріншіден, қазір неге маньяктар көп болып кеткен, Ол көп болып кеткен жоқ емес. Ол на самом деле постоянно болған нәрсе, да? Просто қазір ол видео, фотоның бәрін көрсететін болды да. И негізі сол маньяктардың бәрі осындай нәрседен басталады. Буллингке ұшырағандардан не буллинг? В основном оларға көп буллинг істеген, и олар сол буллингтің энергетикасымен постоянно өмір сүре берген, потом уже настолько сол басып тастайды да, и агрессияны шығару керек тоже адам. Агрессия шықпаған кезде сондай маниакальный уже ой кетеді. И даже бала, например, көбісі кішкентай баланы жылай береді или айғайлайды, сондай болады ғой енді. И ата-анасымен жап аузыңды, тыныш отыр. Қонақтар келсе вообще басқа комнатқа жауып тастайды, или бір жақта айғайлап тастаса, прям апарып бір жаққа ұрады, кейбірлер, енді ұрады. Енді басқа сөйлеседі, и в основном айтады, олай істеме, бетпе, сөйтпе деп в основном ұрсады. Но на самом деле бала ол түсінетін адам. Ол адам. Қанша жаста болса да ол адам. И сондықтан сол баламен сөйлесу керек. Сол баламен сөйлессең, ол деген, если ұрсып тастасаң, наоборот істейді в основном. Либо просто жабылып кетеді да, и андай ішінде ой болады да, то, что ата-анама вообще ештеңке айтуға болмайды. Сенбейді. Сенбейді. Просто жабылып кетеді, и все.
А потом уже кәдімгідей үлкен проблема болғанда ата анасымен айтады, неге бізге айтқан жоқсың, біз саған көмектесетін едіміз ғой деп. А бала айтпайды, потому что ол кішкентай кезінен уже бірнеше рет бірдеңе айтқысы келген, бірақ та осындай жабылатын қарым-қатынас болды. И все, бала жабылып кетті. Уже сенбейді. Бала сенбесе, ол қанша не болса да уже айтпайды. Лучше бар подружкасына, досына или мұғалімына біреуіне айтады, бірақ та ата-анасына емес. Сол үшін кішкентай кезден баламен сөйлесу керек. Осы тақырыпқа дайындалу барысында статистикаларды іздедім да. Сонда біздің еліміздегі әрбір 5-ші бала буллингке ұшырайды екен. Және статистика әрдайым жаңарып та отырмайды екен, жаңа өзіңіз айтқандай. Мен ЮНИСЕФ-тің несін таптым, дерегін. 2020 жылғы дерек бойынша қазір қанша деді? 63 балалардың 63% дискриминацияға, осындай нелерге, әлімжеттікке, зорлық-зомбылықтың олар куәгер болады екен дағы. Просто көреді, үндемейді. Ал 44% дәл осы әлімжеттіктің, буллингтің құрбаны болса, 23% осыны қолдармен жасайды екен. Яғни, мен ойлаймын, демек бұлардың барлығы ең алдымен сол отбасыдан, одан кейін оған жаңағы сынып жетекші, мектеп психологы, директор қосылу керек, и одан кейін дұрыс ортада жүру керек деген сияқты. Дұрыс ортада. Біріншіден бала буллингке түссе, біріншіден сол бала қорқады. Мені ұрып ұстайды, бүйтіп ұстайды, маған күледі дегендей, и, например, сен семізсің дейді, сен толықсың дейді. В основном көбінесе сондай проблема. И сол кезде бала жылайды, либо көңілі түседі, настроениесі болмай қалады. То есть, анау агрессордың, буллинг жасайтын балаға, ол агрессор. Сол эмоция береді да, анау агрессорға сол керек, сенің эмоцияң керек. Ол көргісі келеді да, сен қалай жылайсың, қалай андай настроениең бұзылады, қалай сен қашып кетесің, қалай саған басқа балалар қосылып күлетін, сол керек оған. И сол, наоборот, сол көргенде, сол балаға, агрессорға, ол жақсы болып қалады. Потому что өзінің ішіндегі эмоциялар, шығара алмайтын эмоциялар басқа ана балаға басып тастайды. И еще ана эмоцияны шығарады да, содан ол сондай болып қалады. И бірақ, если сол бірінші бала, буллингке түскен бала, тоже күліп қосылса, на самом деле мен вообще семізмін, пончикпін десе. Ана агрессор уже білмей қалады да, не айтам. Вроде мен оған семізмін, толықсын деп айтқым келген. Бәрі план бойынша, бәрі қосылып күлу керек еді, А тут мынау айтады, мен семізмін, бауырсақпын, пончикпін. И күлетін жағдай болмай қалады. И сол агрессор енді андай тупикта болып қалады да. Как будто мен мына балаға күлетін болатын, эмоция күтеді, а ол эмоция бермейді. И именно сол кезде, сол буллинг жасайтын агрессор уже просто сол баладан уже ол балаға жақындамайды. И все. Сол кезде именно, если буллингке түсетін болсаңыз, просто сол буллинг жасайтын адамға қосылыңыз. Сонда бүкіл осы проблеманың бәрі жабылып кетеді. Көп рахмет ақпаратыңызға, Айнұра. Енді мендегі дәстүрлі сұрақ. 15-16 жастағы Айнұрға сіз не айтар едіңіз, қандай кеңес беретін едіңіз? Сол кезде, сол 15 жасымда, 15-16 жасымда мен өзім сол буллинг состояниянан шыққан кезім деп ойлаймын негізі. Өйткені енді буллингке қатты прям қатысқан айта алмаймын, но енді семейный жағынан бір сұрақтар болған кішкентай кезімнен, и мен соны деген энергетически просто өзім тасып соншама жыл, бұрын ондай нәрсені білген жоқпын. И как раз сол 15-16 жасымнан сол состояниямнан шыққан жыл деп ойлаймын.
И сол кезде сен бәрін дұрыс істедің деп ойлаймын. Өйткені именно сол кезде өзіме сеніп бастадым. Және де өзіме тек қана өзіме ұнайтын нәрселермен айналысатын болдым. И бүкіл балалар бұрын менімен сөйлеспейтін болып, сондай болып жүрсе, сол 12-13 жастан кейін, наоборот, бәрі маған қосылып, бәрі мені тыңдайтын болды. Потому что мен біріншіден өзіме ұнайтын нәрселерді бастадым жасауға. Оның алдында мен ойлайтынмын, что басқа адамдар қалай ойлайды, соған қосылу керек, басқа қалай істейді, солай істеу керек, қалай айтады, солай өмір сүру керек дегендей. Но на самом деле сол өзің ішіңде қандай арманың бар, қандай сезімің бар, соны ашып, просто өзіңе сеніп жасасаң, сонда өсесің. И және де ата-анаңа ешқашан просто андай өпкелеп дегендей, сендер мен жақсы көрмейсіңдер, ұрыссаңдар жақсы көрмейсіңдер деп айта бермеңдер. Өйткені олардың өмірлері тоже оңай емес. Ол енді бөлек тема. Психологический консультацияларда оны кәдімгі шешеміз. И сол енді маңызды да, менің папам да, мамам да мені жақсы көреді. Соны біліңіздер. Потому что ешқандай әке мен ана баланы дүниеге просто қалып келмейді. Сол үшін олар сізді жақсы көреді, ұрысса да жақсы көреді. Тек қана соны сіз біліп жүру керексіз. Көп рахмет, Айнұра, уақыт бөлгеніңізге. Сіздің енді алдағы істіңізге тек қана табыс тілеймін, берекелі болсын барлығы. Құрметті көрермен, осы сұхбаттан мен мына нәрсені түйіп отырмын. Ауруын жасырған өледі. Кез келген өте үлкен ауқымды проблемалар, олар кішкентай ғана көзге көрінбеген, біз қалай айтсақ екен енді, біз елемейтін, байқамайтын нәрселерден басталады. Сондықтан да сізде осындай буллингтардың, шағын жанжалдардың құрбаны болып жатсаңыз, куәгері болсаңыз, міндетті түрде ең алдымен ата-анаға, одан кейін барып сынып жетекшіңізге, мектеп психологына, директорына мұны айтыңыз. Өйткені бұл ертеңгі күні жаңа айтып кеткенімізде айтылмаса өте үлкен ғаламдық проблемаға айналып кетеді. Осыменен біздің бүгінгі эпизодымыз тәмам. Сіздер бізді барлық подкаст платформаларынан тыңдай аласыздар. Сондай-ақ қандай да бір сұрақтарыңыз бен ұсыныстарыңыз болса, мен төменге өзімнің әлеуметтік желілердегі парақшаларымды жазып кетем. Сол жерге де жазсаңыздар болады. Олай болса, келесі эпизодта жүздескенше сау болыңыздар.